Жол ақысы жырға айналды. Қарағандыдағы жол ақы тарифінің көтерілуіне енді кәсіпкерлер ұлттық палатасының өңірлік филиалы араласты. Бұл туралы палата басшылығы журналистерге берген баспасөз мәжілісінде айтты. Естеріңізде болса, бұған дейін қалалық әкімдік пен мәслихат жол жүру құнын көтеруге дауыс беріп, Қарағандыда 1 желтоқсаннан қоғамдық көлікте жол ақысы 80 теңгеге дейін көтерілетіні белгілі болған. Соңғы рәсімдеу әділет департаментіне тіркеуге келгенде жоба кейін қайтарылыпты. Құжат жүзеге асуы үшін әлі кәсіпкерлер палатасының мақұлдауын алуы керек. Жаңа кәсіпкерлік заңына сәйкес кез келген нормативтік акт кәсіпкерлер палатасының қолдауын күтпей іске асырылмайды. Сол себепті бұл жоба ұлттық палатаның өңірлік бөлімшесінде әлі 10 күн қаралады. Бұл үшін де арнайы комиссия құрылған. Сондықтан әзірге қарағандылықтар желтоқсаннан бастап қоғамдық көлікте жүрген үшін қанша төлейтіні белгісіз болып тұр. Не случайно Карагандинская палата сегодня... Қарағандылық палатаның қоғамдық көлікте жалақы тарифінің көтерілуін қадағалауы кездейсоқтық емес. Бұл өте маңызды шешім болмақ. Кез келген әлеуметтік қарсылық ел экономикасына әсер ететіні белгілі.